Орал қаласына Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының іске асырылуын сыртқы талдау мен бағалаудың арнайы мониторингтік тобы келді. Облыс әкімдігінде ұйымдастырылған кеңесте облыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жан-жақты талданды. Сонымен қатар кеңесте жемқорлықпен күрестің заңнамалық базасын жетілдіру жайы сөз болды. Облысымызға келген мониторингтік топ мүшелері бірнеше мекемелер мен нысандарда болып, жемқорлықпен күрес туралы әңгімелесті. Мәселен, облыс орталығындағы ықшам аудандарының бірінде 2 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілмек болған. Тұрғындар осы 2 үйдің орнына біреуін тұрғызып, қалған алаңқайға балалар ойын алаңын салу туралы ұсыныс жасаған. Бұл мәселе шешімін тапты. Здесь вот строится один. Біздің сұрағанымыз аулада балалар ойын алаңын салу еді. Жергілікті әкімдікке бірнеше рет ұсыныс түсіргенімізбен нәтиже болмады. Сосын біз сыбайлас жемқорлықпен күрес қызметіне арыздандық. Екі жақты келісім арқылы біздің ұсынысымыз орындалатын болды. Өңірдегі ахуалды бағамдап, күн тәртібіндегі мәселелерді көзбен көруге келген мониторинг топ мүшелері әкімдіктегі кездесулерінде атқарылып жатқан іс-әрекеттермен танысты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Нұрдәулет Самет өңірдегі ахуал туралы хабарлама жасады. 20 жылдың 9 айында жемқорлық тәуекелдерін анықтау және болдырмау мақсатында біз департаментпен 9 мемлекеттік мекемеге қатысты сыртқы талдау жүргіздік. Оның нәтижесімен 58 сыбайлас жемқорлық тәуекелі анықталды. Талдау қорытындысы бойынша олардың барлығы қазір таңда орындалды. Берілген ұсыныстар осы 20 жылдың 3 тоқсаны қорытындысы бойынша жемқорлыққа қарсы кешенді және жерлеу қызметін ұйымдастыру, қызметтік тұрғын үй беру, экологиялық бақылау, агроөнеркәсіптік кешенде, кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік субсидияларды бөлу, көліктік бақылау салаларында тақырыптық мониторинг жүргізіп, жергілікті атқарушы органдар мен аумақтық департаменттерге ұсыныстар берілді. Орал қаласы мониторинг топ мүшелерінің арнайы келген екінші өңірі. Ондағы басты мақсат сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту. Жемқорлықпен күрес барлық салаларға қатысты болмақ. Ең көп кездесетін сала жол құрылысы мен мемлекеттік қызметшілер арасында болып тұр. Соңғы 3 жылдың өзінде 3 облыстың осы Қазавтожолдың басшылары істі болды, сотталды, өкінішке орай. Одан бөлек транспортный контроль дейді. Ол да бір 3 облыстың басшылары осы мәселе бойынша істі болып сотталды. Және де соның салдарынан өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда былтырдан бері отставка институты бар. Соның нәтижесінде республикадағы транспортный контроль инспекциясының басшысы өзінің лауазымынан кетуге мәжбүр болды. Одан бөлек 9 саяси мемлекеттік қызметші осы уақытқа дейін өзінің қызметінен кетті. Әлде де 14 саяси мемлекеттік қызметші мониторингте тұр. Қоғам дертіне айналып отырған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағытында облыста атқарылған және алдағы міндеттер туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары Мұхтар Манкеев айтып берді. Ақжайық адалдық алаңы ашық әкімдіктің тұрғындар арасында қажеттілігі де сөз болды. Бізде енді әлі адамдар сонда сол қызметті барып алуға болады, бірақ олар әлі бұрынғыдай жоқ, мен әкімшілікке барам деп тікелей барып, бірақ тап сондай қызметті, мемлекеттік қызмет болсын, басқа да қызмет болсын, олар сол біздің ашық әкімдіктен де алып жатыр. Сондай енді көптеген шаралар өткізіп жатырмыз. Бәрі жаңа айтқандай біздің бірлесіп жасаған жұмыстың нәтижесі. Кеңесте айтылған ұсыныс-тілектер есепке алынып, белгілі бір дәрежеде шешім шығарылатын болды. Республикалық жемқорлыққа қарсы күрес қызметі тобы мүшелері жұмыстарын аудандарда да жалғастырады. Лоқпанели Өрістем Исжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.